Дәмді қызыл борщ жасаймыз. Мен өз рецептімен бөлісемін. Қызып тұрған майымызға жуамызды салып, қуырып аламыз. Одан кейін етімізді салып, қуырамыз. Және жартас қасық тұзымызды, қара бұрышымызды, томатымызды салып, барлығын араластырып аламыз. Сәбізімізді, картопымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Үстінен қырыққабатымызды салып, қызылшамызды салып, барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. Үстінен суымызды құйып, бетін жауып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Пісуге 15-20 минут қалғанда құмшекер саламыз. Жартас қасық. Сол кезде түсі кетпей, дәмі өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.